Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып сүйікті жазушы. Любимый писатель. Перед тем, как начать урок, подпишись на канал. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Сүйікті, любимый, дүниеге келу, появиться на свет. Жазушылар одағы, союз писателей. Қызмет атқару, служить, служба. Бірінші тапсырма: суреттерге қарау, оқы, посмотри на картинки и прочитай. Не істеп отыр? Что делают? Мысалы, бірінші суретте тақтаға жазып жатыр. Пишет на доске. Кітап оқып отыр. Читает. Сөйлеп тұр. Говорит. Тыңдап отыр. Слушает. Екінші тапсырма: сендер қазақ тілі мен әдебиеті сабағында не істейсіңдер? Жоғарыдағы суреттерді пайдаланып жауап беріңдер. Что вы делаете на уроке казахского языка и литературы? Ответьте, опираясь на рисунки. Үшінші тапсырма: письменная работа. Здесь надо добавить правильные окончания. Просклонять. Бұл жүктік жалғауы. Төртінші тапсырма: сүйікті сөзінің синонимдарын пайдаланып диаграмманы толтыр. Дополни диаграмму, используя синонимы слова сүйікті. Любимый. Бесінші тапсырма: мәтінді тыңда, түсініп оқы. Прочитай текст. Белгілі балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 13 қазанда Алматы облысы Нарынқол ауданы, қазіргі Райымбек ауданы, Қостөбе ауылында дүниеге келген. Известный детский писатель Бердібек Соқпақбаев родился в 1924 году 13 октября в Алматинской области, в районе Нарынқол, сейчас район Райымбека, деревне Қостөбе. Осы жерде мектеп бітірген, здесь закончил школу. Ол 14-15 жасынан бастап өлең жазған. Он писал стихи с 14 лет. 1949 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітіріп, туған ауылында мұғалім болып жұмыс істеген. В 1949 году он закончил Казахский педагогический институт имени Абая и поехал на родину и стал учителем. Ол «Жұлдыз», «Балдырған» журналдарында да жұмыс істеген. Он и работал в журналах «Жұлдыз» и «Балдырған». Қазақстан жазушылар одағында түрлі қызметтер атқарған и выполнял разные работы в Союзе писателей. Бердібек Соқпақбаев балаларға арналған пьеса, көптеген әңгіме, бірнеше киноға сценарий жазды. Бердібек Соқпақбаев написал пьесу для детей, несколько рассказов и сценарий на кино. Бұлақ атты өлеңі 1950 жылы «Пионер» журналында жарияланды. Его стихотворение «Бұлақ» называется. В 1950 году был опубликован в журнале «Пионер». Жазушының бақыт жолы, алыстағы ауылда, балалық шаққа саяхат, дала жұлдызы, Аяжан, жолда, менің атым Қожа, өлгендер қайтып келмейді, қайдасың Гаухар, тағы да басқа шығармалары бар. Это его произведение. Бердібек Соқпақбаев балалардың сүйікті жазушысы. Бердібек Соқпақбаев самый любимый писатель, детский писатель. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесі алғаш рет Мәскеудегі детская литература баспасынан орыс тілінде жарық көрді. Произведение «Менің атым Қожа», повесть Бердібека Соқпақбаева впервые был опубликован на русском языке в московском редакции детская литература. Кейін француз тіліне аударылды. Потом было переведено на французский язык. «Менің атым Қожа» повесть 30 тілге аударылып, дүние жүзіне тарады. Повесть «Менің атым Қожа», «Мое имя Қожа», да, было переведено на 30 языков мира. 1963 жылы Қазақфильм киностудиясы осы повесть бойынша сценарий жазып, көркем фильм шығарды. В 1963 году Казахфильм написал
сценарий по повести, и вышел фильм. Фильмнің режиссері Абдулла Қарсақбаев. Режиссер фильма Абдулла Қарсақбаев. Менің атым Қожа фильмі Францияның Канн қаласында өткен кинофестивальда арнайы сыйлыққа ие болды. Фильму «Менің атым Қожа» дали специальный подарок на кинофестивале, который прошел во Франции, в городе Канн. «Менің атым Қожа» фильмін үлкендер де балалар да қызығып көреді. Этот фильм смотрят и старшие, и дети. Бұл фильм барлығына ұнайды. Этот фильм всем нравится. 6-шы тапсырма. Ақпараттың дұрыс-бұрыстығын тексер. Проверь правильные и неправильные варианты. 6-шы тапсырма. Сөздерді мағынасына қарай сәйкестендір. Сопоставь слова по смыслу. На этом мы закончили урок. Продолжение урока смотрите на следующем видео. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақтың жалғасын келесі видеодан көріңіздер.